ең жоғарғы деңгейге жетуіміз керек. Мақсатымыз сол. Бізде қазір қалай? Бізде қазір керісінше болып кетті. Егер біз дүниеде фирдауста сияқты тұрғымыз келеді, дүниеге қатысты болса. Жоқ, бізге қарапайым сотка болмайды. Бізге қарапайым бір машинамен жүрсек болмайды. Біз қарапайым бір бөлмелі үйде тұрсақ болмайды. Жоқ, біз өсуіміз керек та. Ең жақсы смартфон алуымыз керек, ең жақсы үйде тұруымыз керек, ең жақсы көлікпен жүруіміз керек, ең жаңағы айрығымыз ең көп бізде болуымыз керек. Бірақ ақиретке қарағанда осы маған 5 уақыт намазым жетеді, маған осы 5 уақыт болса жетеді. Немесе осы аптасына бір рет бір жұмаға келсем, маған сол жеткілікті. Иншалла Алла тағала мейірімді ғой, кіргізеді ғой. Міне 10 сүре жаттадым ба, Ихлас, Фалақ, Нас жатқа білемін ба, сол маған жетеді сол. Керісінше болып кеткен да? Жоқ, керісінше біз ақиретті ең жоғары деңгейде Алладан сұрауымыз керек. Сондай мақсат қоюымыз керек. Себебі деген Алла тағала адам баласының басы бар. Жаратылған кезде ананың құрсағында болған, бірақ аяғы жоқ. Алла тағала адамдарды мәңгілік үшін жаратты. Мәңгі қылып жаратты. Қалай десеңіздер, бірінші ананың құрсағында болады. Сосын барып осы дүниеге келеді. Осы дүниеден жаны алямул барзах, қабырға барады. Қабырға барған кезде қияметке барады. Қияметтен жаңағы мәңгі жәннатқа барады, немесе мәңгі тозаққа барады. Мәңгілік. Мәңгілік дегеніміз не? Мәңгілік деген адам ойланатын болса өте ойланатын нәрсе негізінде. Мысалы үшін сен бір тозақта дейді, адам сондай қиналады дейді. Мысалы тозақтың тағамы немесе сусыны сонда бір тамшы бұл дүниеге түсетін болса дейді, бұл дүниедегі ештеңке өспей қалады екен. Бір тамшысы тозақтың осы дүниеге түсетін болса, жер бетінде ештеңке өспей қалады екен. Ештеңке өспей қалады. И бұл азабы қайталана бермейді, ол ауыр бола береді, одан ауыр бола береді, одан ауыр бола береді. Мәңгілік деген сондай нәрсе. Тек қана біздің жанымыз бір жерден бір жерге ғана көше береді. Сол үшін адам мәңгілікке жаратты, сол үшін мәңгілікке жаратқаны адам бақытты болу үшін жаратты да негізінде. Алла тағала біздің табиғатымызда, фитратымызда бұл адам бақытты болсын деп жаратты. Өзі біздің сондай фитратымызда, табиғатымызда сондай нәрсе бар. Әр адам бақытты болғысы келеді. Бір адам жақсы мансапта жұмыс істесем бақытты боламын деп ойлайды. Бір адам жақсы көлікпен жүрсем бақытты боламын деп ойлайды. Менде көп бала шағам болса бақытты боламын деп ойлайды. Бірақ нағыз бақыт неде? Ақиқат бұл сол жәннатта көру, жәннатта жүру. Бақытсыздық дегені бұл тозаққа түсіп кету. Тозақтың азабы деген бітпейді, ешқашан күшейе береді. Тозақтың ең жеңіл азабы бұл жаңағы Абу Талиб деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туған ағасы болған, әкесінің ағасы. Сондай су аяқ киім кигізеді дейді. Бұл аяқ киіммен миы қайнап кетеді екен. Ең тозақтың жеңіл азабы. Бұл нәрсе сосын күшейе береді екен. Нағыз бақытсыздық деген сол. Бақыт дегеніміз не? Бақыт дегеніміз ол жәннатқа көру, жәннатта жүру, жәннатта толық рахатын сезіну. Мысалы үшін бір жәннатта бір алма болады. Алманы бір тістеген кезде сондай дәмді болады да, ондай дәм өмірінде сезіп көрген жоқсың. Сондай дәмді өмірінде сезіп көрген жоқсың. Мынау қиямет күні дейді, есеп қисап болған кезде адам амал дәптерлері оң жағынан беріледі, немесе сол жағынан беріледі. Оң жағынан берілген болса, адам үлкен, мынандай денемізбен емес, Адам алейхиссаламның денеміздей болады екенбіз. 60 шынтақ. 60 шықтан деген 60 метрдей болады екенбіз. Сонда үлкен өсіп, 60 метрдей болып, денеміздің бәрі, жүзімізден бәрі нұр болып, жаңағы жәннатилардың қастарында тұрады екенбіз. Амал дәптер сол жағынан берілетін болса, жаңағы ол да жаңағы Адам алейхиссалам сияқты 60 метр бірақ қап-қара болады екен дейді. Сондай жаман қап-қара болады екен де, жаңағы тозақи адамдардың қастарында тұрады екен. Неге десеңіздер,
Өйткені біз мына денемізбен қазіргі ден біз жәннаттың рахатына біз соны сезуге біз дайын емес екенбіз. Осы денемізбен жәннатқа кірсек біздің жүрегіміз шыдай алмай атылып кетеді екен. Көзіміз көрмеген көзіміз жарылып кетеді екен. Естімеген нәрсе құлағымыз атылып кетеді екен. Сол үшін Адам алейхиссалам сияқты боламыз да, ананы сезе алатындай, толық рахат ала алатындай. Сол кезде мысалы бір алма тістедің, сондай рахат, ондай ләззат ешқашан сезбедің сен. Ананы екінші рет тістеген кезде, анау біріншіден дәмді болады да. Үшінші рет тістеген кезде, анау екіншіден дәмді болады. Бұл солай мәңгі болады да. Тоқтамайды. Тоқтамайтын ләззат. Біреулер айтады ғой, мыналар местный дейді, Атырауда істеп жүрген местныйлар, сырттан келгендер не местныйлар дейді. Негізінде ондай емес. Фариқун фил джаннат ва фариқун фи саир дейді. Біз немесе жәннатта местный боламыз, немесе жаһаннамда местный боламыз. Алла сақтасын. Нағыз местный болатын сол жеріміз, ақиретіміз. Сол кезде адаммен денесі мен жанның 5 байланысы болады екен. 5 кезде байланыс болады екен. Біріншісі анасының құрсағында болғанда. Екіншісі осы дүниеге келгенде. Үшіншісі бұл жаңағы түс көргенде. Төртіншісі осы өлімнен бастап өлгеннен кейін қияметке дейін. Сосын бесіншісі қияметтің өзінде. Осы жан мен дененің байланысы осы 5 кезде болады екен. Ең біріншісі ананың айырмашылығы неде бұл бесеуден? Адам анасының құрсағында болғанда бұның денесі құрылады екен да. Денесі құрылады. Бұл дүниеге келген кезде бұның несі құрылу керек? Адам жақсы сипаттарды алып, жаман сипаттардан сақталу керек. Яғни көре алмаушылық, біреуге жаман тілеу, жаман ойлау, сондай жаман сипаттардан адам сақтану керек. Неге десеңіздер, себебі қалай ананың құрсағында, мысалы үшін денесі толық кәмел болып толмаған. Мысалы үшін бір көзі көрмей қалған болады, немесе бір аяғы толық ұзын болмай қалады, немесе бір қолы жоқ болып қалады. Оның нәтижесін дүниеге келгенде көреді да ол. Ана жерде көрмейді, дүниеге келгенде көреді. Мысалы үшін бір көзмен бір немесе соқыр болып туылса, ол өмір бойы соқыр болып жүреді да кейін. Сол сияқты, егер бұл дүниеде адам жақсы сипаттардан алып, жаман сипаттардан тыйылмаса, жаман нәрседен тыйылмаса, бұның нәтижесін ана дүниеде көреді. Ана дүниеде көреді. Біреулер сұрайды ғой, аламул барзах, адам қайтыс болғаннан кейін адам мәңгі, мысалы үшін егер мұсылман адам болса, қабірі дейді, көзі көрген, қай жерге дейін көзі көреді, соңға дейін қабір кеңейеді екен дейді, рахаттанады екен. Егер азаптанатын болса, пайғамбар көрсеткен, қолдарымен көрсем, бүйтіп екі қабырғалары бүйтіп қысылады екен дейді, яғни кішірейеді дейді жаңағы қабір. Біреулер сұрауы мүмкін, қалай білдің, көрсетші бізге, дәлелің қайда деп. Мысалы үшін ол дұрыс емес сұрақта, неге десеңіздер, мысалы үшін бір адам түс көрсе, әр адам әрқандай түс көреді. Біреу түсінде ләззаттанады, жаңағы бір әдемі қызбен жүре ме, немесе басқа нәрсе көре ме, сондай рахаттанып оянады да, жақсы көңіл күйде болып. Біреу осы шошып оянады, бір қорқынышты, артына біреу жүгіріп келе жатты, ана қиямет болып кетті, ана бірдеңке құлап атты, не істеп жатты дейді. Шошып оянады. Міне не болды десе, осындай түс көрдім дейді. Енді көрсетші деп, маған көрсетші осы түс деп айта алмайды ғой адам. Қалай көрсетеді оны? Ол дұрыс емес сұрақ та, ақылға сыймайтын сұрақ та. Сол үшін бұл кезде де ана дүниеде де сондай да, оны біз салыстыруға келмейтін нәрсе. Енді кейінгі ең маңыздысы мынау, біз мына дүниеде тек денемізбен сеземіз. Көбінесе жанымызбен емес, денемізбен. Бірдеңке ауырса, денемізбен сеземіз да. Міне рахаттансақ, оны да денемізбен сеземіз. Бірақ қиямет күні бұл ақиқатындағы ақиқи өмір, хақиқи өмірімізді,
толық денемізбен де жанымызбен де 100% сезеді екенбіз. Егер азапталатын болса, қаншама нерві бар, қаншама миллиардтаған клеткасы бар, соңғы клеткасына дейін азабын сезеді. Егер рахаттанатын болса, жәннатта толық соңғы клеткаға дейін, соңғы нервіға дейін бүкіл дене мүшесі бәрі рахаттанады екен. Сол үшін сондай мәңгі өмірімізге дайындалуымыз керек. Сондай мәңгі өмірімізде бір-бірімізге ескертуіміз керек. Шайтанның азғыруына қалқамауымыз керек. Шайтанның жұмысы сондай. Шайтанның жұмысы Алла тағалаға не деген? Маған қияметке дейін уақыт бер деген Алладан сұраған. Мен барлық сенің мұсылмандардың бәрін азғырам дейді. Тек кімдерді? Мұхласин, ықыластылардан басқа дейді. Шайтанның жұмысы сол. Бір оқиға бар. Бір ауылда бір үлкен бір әулие болған. Әулие сондай тақуа кісі болған. Кейіннен барып бір ағайындылар анау қарындасын қай жерге қалдыратынын білмейді да, соғысқа кетіп бара жатты. Әскерге соғысқа кетіп бара жатты. Соны бір ана әулиені ананың үйіне қалдырайық дейді. Міне сізге аманат, сіз сондай әулиесіз, сізге біз қалдырайық деп. Кейіннен барып жақсы деп алады, аманатын алады. Жаңағы кімдер әскерге кетіп қалады, ағалары. Сосын бір бөлмеде отырады. Сосын барып жаңа әулиеден тамағын береді да. Бөлмеге барып тамағын береді, қарамайды, не істемейді, шығып кетеді. Тамағын береді, шығып кетеді. Сосын шайтан азғырады да. Сен мүмкін бір мұқтаждығы бар шығар, мүмкін бір сұрағы бар шығар. Сен кішкене есікті ашып сұрамайсың ба? Не болып жатыр? Сөйтіп бір азғырады, екі азғырады, сосын барып жаңағы сұрайды екен. Не болып жатыр деп. Сөйтіп сөйлесіп кетеді жаңағы. Сөйлесіп кеткеннен кейін уақыт өткен сайын сосын шайтан азғырып олар зинаға дейін барады екен. Зинаға дейін барып, сосын орталарында бала шығады екен, бала болады екен. Кейіннен барып, уақыт өткен сайын анау ағалары әскерден қайтып келеді екен. Хабар келеді. Жаңағы кісі шошиды, не істеймін, маған аманат қылып қалдырды, мен осындай нәрсе жасадым, не істеймін? Шайтан айтады екен дейді да, сен болды, қазір сен ағалар келеді, өлтіреді, быт-шыт қылады, сен алда әйеліңді өлтір дейді. Балат әйелін өлтіріп тастайды. Балаң қалай қалды, бала не үшін жүр дейді, Алла баласын өлтір дейді. Баласын өлтіріп тастайды. Алла үйдің артына барып көміп тастайды екен. Сол ағалар келеді, сұрайды, қане қарындасымыз қайда, қалай болып жатыр десе, білмеймін дейді, міне бір күні шықсам, үйде жоқ дейді, кетіп қалған дейді, қашып кеткен дейді. Ағалар іздеп, уайымдап, сосын бір күні жаңағы ағаларын біреуіне түс көреді екен. Түс көрген кезде жаңағы бәрі Алла тағала бәрін көрсетіп қояды екен дейді. Жаңағы өлтіргенін, қай жерде көмілгенін, не істегенін, сол барады екені, соны шынымен де барып, қазса табады екен дейді. Ана кісі жаңағы не істерін білмей, бөлмесіне тығылып, бітті мені қазір өлтіреді ғой, не істеймін дейді жаңа. Сосын шайтан айтады екен, олар қазір ағалар сені жай өлтірмейді, сені қинап өлтіреді дейді. Жай өлтірмейді, қинап өлтіреді дейді. Сен оданша өз-өзіне қол сал, асылып қал дейді жаңа. Сол Алла өз-өзіне қол салады да асылып қалады екен. Яғни соңғы демге дейін шайтан азғырады екен да. Шайтанның жұмысы сондай. Біздің соңғы демімізге дейін шайтан алейхилан бізді азғырады екен. Сол үшін шайтан азғыруына қалмай, иншалла осы мешітке келіп, ілім алып, дінмен өмір сүріп, Аллаға бет бұрып, намазға келіп, дәрістерге қатысып, иншалла сол кезде біз екі дүниеде де бақытты боламыз. آخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب الله